Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 22-ші сабақ өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен табу. Бірнеше амалдан тұратын өрнектердің мәнін қосудың қасиеттерін қолданып табуды үйренеміз. Бірінші есеп. Жақшаларды пайдаланып өрнектер құр және олардың мәнін тап. А нұсқасы. 42-ге 27 мен 13 сандарының қосындысын қосу дейді. Яғни 42 қосу дейміз. Жақшаның ішінде 27 қосу 13 деп аламыз. 42-ге 27 мен 13-ті қоссақ 40 болады. 42-ге 40-ті қоссақ тең 87. Ә нұсқасы. 23 пен 47 сандарының қосындысына 20-ны қосу. Пен, мен деген сөздер тұрса, яғни ол сандарды жақшаға аламыз, 23 пен 47 дейді. 23 пен 47-ні жақшаның ішіне алып қосып аламыз, және оған 20-ны қосамыз. 70-ке 20-ны қоссақ 90. Б нұсқасы. 12-ге 78 пен 68 сандарының айырмасын қосу. 12 қосу, жақшаның ішінде 78 азайту 68 дейміз. 78-ден 68 азайтсақ 10 болады. 10-ды 12-ге қосамыз, тең 22 болады екен. Келесі екінші есеп. Қосындылардың мәнін тап және салыстыр. А нұсқасы. 28 қосу 25 қосу 32 дейді. 28-ге 25-ті қоссақ 53, оған 32-ні қоссақ тең 85 болады екен. Ә нұсқасы. Жақшаның ішінде 25 қосу 28, оған 32-ні қосамыз. 25 пен 28-ті қоссақ 53, оған 32-ні қоссақ 85 екен. Б нұсқасы. 25 қосу, жақшаның ішінде 28 қосу 32. Енді жақшаның ішіндегіні қосып алсақ 60 болады, 28-ге 32-ні қоссақ 60-ты 25-ге қосамыз, тең 85. Саған есептеудің қай тәсілі тиімді болды дейді. Бізге Б нұсқасы тиімді сияқты, себебі 28-ге 32-ні қосу оңай болады, 60, оны 25-ке қоссақ 85. Енді салыстыратын болсақ, барлық үш өрнектің де мәні 85-ке тең, барлығы тең екен, Енді мына ережені есте сақтап алайық. Екі санның қосындысына үшінші санды қосу үшін бірінші санға екінші және үшінші сандардың қосындысын қосуға болады дейді. Осыны бірнеше рет оқып түсініп, есте сақтап алайық, Үшінші есеп тиімді тәсілмен есепте. 14 қосу 45 қосу 5 қосу 6 дейді. Яғни бізге жақшаға алған тиімді болады, 14-ке 6-ны қосып аламыз, жақшаның ішінде қосу дейміз, тағы да бір жақшаның ішінде 45-ке 5-ті қосып аламыз. 14-ке 6-ны қоссақ 20, 45-ке 5-ті қоссақ 50, 20-ға 50-ді қоссақ тең 70 болады екен. 8 қосу 3 қосу 22 қосу 57. Бұл жерде 8 пен 22-ні бір жақшаға, 3 пен 57-ні екінші жақшаның ішіне қосып аламыз. 8-ге 22-ні қоссақ 30, 3-ке 57-ні қоссақ 60, 30 пен 60-тың қосындысы тең 90 болады екен. 12 қосу 20 қосу 40 қосу 8 дейді. Бұл жерде 12 мен 8 санын бір жақшаға, 20 мен 40-ты екінші жақшаға қосып жазып аламыз, 12-ке 8-ді қоссақ 20, 20-ға 40-ты қоссақ 60, 20 мен 60-тың қосындысы 80-ге тең. Келесі. 43 қосу 27 қосу 8 қосу 12 дейді. 43 пен 27-ні бір жақшаға, 8 пен 12-ні тағы бір жақшаға қосып жазып аламыз, 43-ке 27-ні қоссақ 70, 8-ге 12-ні қоссақ 20, 70 пен 20-ны қоссақ тең 90. Келесі төртінші есеп. Өрнектерді салыстыр және мәндерін тап. 79 азайту 30 қосу 9 дейді. Бұл жерде 79-дан 30 азайтсақ 49, оған 9-ды қоссақ 58 болады екен. Келесі өрнек. 79 азайту 30 азайту 9 дейді. 79-дан 30-ды азайтсақ 49, 49-дан 9 алсақ 40 қалады екен. 58 40-тан үлкен болады, салыстыратын болсақ. Келесі өрнек. 34 қосу 27, жақшаның ішінде оған 19-ды қосамыз, тең. 34-ке 27-ні қоссақ 61, 61-ге 19-ды қоссақ 80 болады екен. Екінші жағындағы өрнек 36 қосу, жақшаның ішінде 27 қосу 19. 36 қосу дейміз, 27-ге 19-ды қоссақ 46 болады екен. 36-ға 46-ны қоссақ 82. 82 80-нен артық болады. 52 азайту 16 қосу 9. 52-ден 16-ны азайтсақ 36, оған 9-ды қоссақ 45. 53 азайту 16 азайту 9. 53-тен 16-ны азайтсақ 37, одан 9-ды азайтсақ 28 қалады екен.
45 28-ден артық болады. Міне өрнектердің мәндерін тауып, оларды салыстырып алдық. 5-ші есеп. Теңдеулерді салыстыр және шеш. Х қосу 7 тең 27. Х-ті табу үшін 27-ден 7-ні азайтамыз. Х тең 20 болды. Енді тексереміз. Х-тің орнына 20-ны қоямыз, е? 20 қосу 7 тең 27 болады екен. 27, 27-ге тең, е? Х-тің екі жағы да, яғни теңдеудің екі жағы да 27 болып тұр. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі 27 азайту х тең 7. Х-ті табу үшін 27-ден 7-ні азайтамыз. Х тең 20-ға. Енді тексереміз. Х-тің орнына 20-ны қоямыз. 27-ден 20-ны азайтсақ тең 7 екен. Теңдеудің екі жағы да 7-ге тең. Теңдеу дұрыс шешілді, е? Х-ымыз бізде екеуі де 20-ға тең. Екеуі тең екен салыстырсақ. Ә нұсқасы. Өрнектердің мәнін тап. 26 дециметр азайту 23 дециметр тең 3 дециметр қалады, е? 17 литрге 8 литрді қоссақ тең 25 литр болады. 15 килограммға 6 килограммды қоссақ тең 21 килограмм екен. 13 сантиметрден 7 сантиметрді алып тастасақ 6 сантиметр қалады. 48 минуттан 20 минутты азайтсақ 28 минут қалады екен. 3 тәулікке 2 тәулікті қоссақ тең 5 тәулік болады, е? Яғни біз бұл жерде өлшем бірліктерді, шамаларды қолдана отырып, өрнектердің мәнін тауып алдық, е? Дециметр, сантиметр ұзындық, килограмм дегеніміз масса, литр дегеніміз көлемнің өлшем бірлігі, ал минут, тәулік дегеніміз ол уақыт өлшем бірліктері екен, е? Келесі бізде 6-шы есеп сызбалар бойынша амалдарды орында. 27-ге 13-ті қосамыз. 40 болды. Енді бос орынға 40-ті қоямыз. 40-тан 24-ті азайтамыз. Тең 16 болады екен. Екінші сызба бойынша 72-ден 12-ні азайтамыз. 60 қалды. Осы 60-ті бос орынға қоямыз, е? 10 қосу 60 дейміз. Тең 70 болады екен. Яғни мына сызбалардағы есептерді, амалдарды есептеп, олардың мәнін тауып, бос орынға қойып, осылай шығарып алады екенбіз, е? 6-шы есептегі сызбалар бойынша амалдарды осылай орындап шықтық. Келесі бізде 7-ші есеп. 7-ші есепте дәптерге тұйықталған және тұйықталмаған қисық сызықтарсыз дейді. Тұйықталған қисық сызық және тұйықталмаған дейді. Тұйықталған дегеніміз міне көкпен көрсетіп қойдық. Оның екі жақ шеті жоқ, е? Ол осындай тұйықталып, бір-біріне қосылған қисық сызықтың түрі екен. Ал тұйықталмаған қисық сызық міне қызылмен сызып көрсетіп қойдық. Оның екі жақ шеті бар. Ол ұзынан созылып кете береді, ары қарай. Осында екі жақ шеті қосылмаған бір-біріне тұйықталмаған сызықты осылай сызады екенбіз. Бұл өткен сабақтарда, өткен тақырыптардың бірі, е? Бірінші сыныпта өткен. Мінеке қайталап еске түсіріп алдық. 9-шы есеп қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолданып есепте дейді. 26 қосу 32, қосу 4, қосу 8. Тиімді қасиетті есептейміз. Тиімді ауыстырымдылық қасиетті пайдалана отырып, 26-ға бірінші 4-ті қосып аламыз, қосу 32-ге 8-ді қосып аламыз. 26-ға 4-ті қоссақ 30, 32-ге 8-ді қоссақ 40. 30-ға 40-ті қосамыз, тең 70. 33 қосу, жақшаның ішінде 17, қосу 24, тең. Біз жақшаның ішіне 33 пен 17-нің қосындысын аламыз да, оған 24-ті қосамыз. 33-ке 17-ні қоссақ 50, оған 24-ті қоссақ тең 74 болады екен. 39 қосу 12, қосу 11, қосу 18. Бұл жерде біз 11 мен 12-нің орнын ауыстырамыз, е? 39-ға 11-ді қосамыз, 50 болды. 12-ге 18-ді қоссақ, 30 болады екен. 50-ге 30-ды қоссақ, тең 80. Келесі 25 қосу 34 жақшаның ішінде, оған 16-ны қосып аламыз. Енді біз бұл жерде жақшаны басқа санға қоямыз, е? 25 қосу дейміз да, жақшаның ішінде 34 қосу 16 деп аламыз. Өзімізге тиімді тәсілді пайдаланып. 34-ке 16-ны қоссақ, 50 болады екен. Енді 25-ке 50-ді қосамыз, тең 75 болды, е? Яғни қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиетін қолданып, біз өзімізге тиімдісін тауып есептеп алдық.
9-шы есеп кім жылдам? Ребусты шешсең, қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі қалай аталатынын білесің дейді. 9 дейміз, оған құм дегенді қосамыз, алманың бірінші әрбін қосамыз, және лақ дегенді қосамыз. Сонда 9 құмалақ деген сөз шықты, иә. 9 құмалақ қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Ол ақыл ойды дамытатын, ми қызметін жетілдіретін ойын. Мінекей суретпен көрсетіп қойдық, иә, 9 құмалақ ойынын. Осы 9 құмалақ ойын ойнауда да математика, яғни есептеу де өте қажет ойын болды. Екі бала ойнайды. Осындай домалақ құмалақтар болады. 9-9-дан әр ұяшыққа орналастырып есептеу арқылы ойынды жүргізеді екен. Мінекей озат оқушым, біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп ала ғой. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кетсең болады. Келесі сабаққа дейін сау бол озат оқушым.